Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз жеңілдетілген 4% автонесиесінің жаңа әдісі туралы айтып кетеміз. Былтыр жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасына 100 миллиард теңге бөлініп, бүгінде былтыр бөлінген қаржыға 12.600 адам ие болды. Сонымен бірге бағдарлама револьвердік болғандықтан бүгінгі кезде осы 100 миллиардтан 7 миллиард 600 миллион теңге қайта оралып, қайта сол ақша таратуда болады. Өнеркәсіпті дамыту қоры бұл Қазақстанның даму банкісінің еншілес ұйымы ағымдағы жылдың 6 ақпанда жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы бойынша өтімдерді қабылдау үшін пилоттық платформаны іске қосатын болады. Өтімдерді қабылдау Астана уақыты бойынша сағат 10:00-де автонесие.kz ресми сайтында іске қосылатын болады. Өтінім беру үшін өтініш берушінің қол астында компьютері, электрондық цифрлық қолтаңбасы ЭЦК, интернет болу қажет. Сондай-ақ автоөндірушілерді алдын ала таңдауы шарт. Платформада тек Қазақстан Республикасының аумағында тіркелуге болады. Сайтта өтінім берген кезде өтініш берушінің деректері автоматты түрде ЭЦК арқылы қалыптасады. Өтініш беруші міндетті түрде тек телефон нөмірін енгізіп, автоөндірушіні таңдап, өтінімге қол қою керек. Өтінімнің тіркелу барысын өтініш беруші сайттағы жеке кабинет арқылы тексере алады. Айта кету керек, платформа бағдарламаға қатысушылардың кезектерін өзі қалыптастырады. Дилерлік орталықтарда автокөлікті және бағдарламаға қатысушы банктерде кредитті беру кезектілігін анықтамайды. Өтінімді бергеннен кейін автоөндірушіні өзгерту мүмкін емес болады. Естеріңізге сала кетейік, жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы 4 банкпен жұмыс істейді. Бұл Қазақстан Халық банкі, Форте банк, Банк Центр кредит және Еуразиялық банк. Жеңілдетілген автонесиеге өтініш берудің шарттары өзгерілмеді. Автокөліктің құны 15 миллион теңгеден аспау керек. Несие сомасы 10 миллион теңгеден аспау керек. Бастапқы жарнасы 0%, сыйақы мөлшермесі 4%, қаржыландыру мерзімі 7 жылмен шектеледі. Бүгінгі таңда өнеркәсіпті дамыту қоры желісі бойынша қолданыстағы автокредиттерді өтеуден жинақталған қаражат көлемі 7 миллиард 600 миллион теңгені құрайды. Осы деректерді ескерте отырып, пилоттық платформаны алғашқы іске қосу барысында тек 761 өтініш берушіге дейін тіркеле алады. Өтініш берушілердің осы санына жеткен кезде платформада өтінімдерді қабылдау автоматты түрде тоқтатылады. Ал өтінім беру функциясы белсенді болмайды. Кейіннен платформада өтінімдерді қабылдау ай сайын жүргізіледі және 100 адамның өтініштерін тіркеуге мүмкіндік береді. Яғни, сіздерге тағы да бір ескертіп кетейін. Жаңа платформаға тіркелу үшін сіздерде қол астарыңызда компьютер және ЭЦП қолтаңбасы дайын болу керек. Және де ұмыт кетпеңіздер, автокөлік өндірушіні сол кезде таңдайсыздар. Оны өзгертуге болмайды. Яғни, Hyundai Транс Қазақстан және Сарыарқа Автопром. Hyundai Транс Қазақстан бұл Hyundai көліктері, ал қалған барлық көліктер бұл Сарыарқа Автопром өндірушісі. Бұл яғни Kia, JAC және Chevrolet көліктері. Сонымен қатар сіздерге 60 күн мерзім беріледі. Яғни 60 күн ішінде сіздер осы бүкіл шарттарды орындап көлікке ие болу керексіздер. 60 күн мерзімінің ішінде сізге дилер көлікті алып келуге міндеттелінеді. Сіздерге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.
армысыздар, Хабар телеарнасы, есімім Дамир. Менде екі сұрақ. Біріншісі, бұған дейін кезек қалыптасты ғой, белгілі бір. Бәленбай мың адам кезекке тұрды. Сол кезек жойылып, мынада басқа жаңадан кезек пайда бола ма? Олай болатын болса, бұл қаншалықты әділетті? Және екінші сұрақ, былтыр автонесие берілді, және биыл осы 760 мен ғана шектелейін деп отырсыздар ма? Бірінші сұрақ бойынша Қазақстан автобизнес қауымдастығының өкілдері жауап береді. Рұқсат болса, менің әріптесім жауап береді. Жаңағы өндірісті дамыту қоры әзірлеген бағдарламаның жаңа шарттарына сәйкес, ең алдымен тұтынушы, яғни осы бағдарламаға қатысуға ниет білдіретін адам, ол порталға арнайы өтінім білдіреді, өтінім енгізеді, тіркелгеннен кейін ол дилерлік орталыққа келіп жүгіну қажет. Сол кезде ол автомобильдерді таңдайды, өзіне қажетті. Жалпы осы бағдарламаға қатысушы автоөндірушілер бағдарламаға қатысушыларды, азаматтарды автомобильдермен қамтамасыз етуге дайын. Бұл нақты модельдер, комплектациялар және түсіне сәйкес келеді. Олар туралы толық ақпаратты сәйкес дилерлік орталықтардан алуға болады. Кешіріңіз, сұрақ түсінбедіңіз ау деймін. Бұрынғы кезек, жаңадан кезек пайда бола ма сонда? Мен айтып отырмын ғой, жаңа шарт бойынша ең алдымен өндірісті дамыту қорының сәйкес порталында тіркелу қажет. Одан кейін автоөндірушілер сәйкес автокөліктермен қамтамасыз, осы бағдарламаға қатысушыларды қамтамасыз етуге дайын. Былтырдан бері қаншама адам кезекте тұр ғой, бұл сонда қаншалықты әділетсіз істеп отқандарыңыз? Былтырдан кейін, былтыр жоспар бойынша, өткен жылдың қорытындысы бойынша автоөндірушілер 12,6 мыңнан астам осы бағдарламаға қатысушыларды, қазақстандықтарды автокөліктермен қамтамасыз етті. Осы жылдың жоспары бойынша автоөндірушілердің өндірісінің өсімі 30%-ға тақайды. Сондықтан, егер әр аймен салыстырғанда, осы айтып өткендей, 100 автомобильге тіркеу болса, яғни осы өндірісінің көлеміне сәйкес қамтамасыз етіліп отырады. Енді мынаны айтыңызшы, бұрын кезек болды, я? Бұрын басқа бір кезек болды. Енді сол кезекте тұрған адамдардың қаншасы автокөлік алды осы бағдарлама бойынша, қаншасы ала алмай қалды? Яғни кезегі жойылып кеткен қанша адам қалды, соны айтып беріңізші. Қайтадан кезекке тұруға тура келетін оларға. Ондай жекелеген кезек болған жоқ. Неге болған жоқ? Жеңілдетілген несиелеу бойынша деп тұрмын. Жалпы кезек болды. Онда адамдар ақымақ болды ма? Олар кәдімгідей белгілі бір мекемелердің табалдырығын тоздырып кезекке тұрдым деп өздерін ойлап жүр ғой осы күнге дейін. Сіздің сұрағыңызға жауап берсек, Telegram бот та бар. Ол кезек бөлінген жоқ. Ол кезек жалпы қолма-қол ақша, жеңілдетілген несие бойынша бағдарламаға қатысушы болсын, немесе басқа қаржылық құралдар арқылы болсын, ол кезек жалпы болды. Рұқсат болса, екінші сұрағыңызға көшейік. Қазір. Сонда сіздер осы күнге дейін автонесие алуға кезек болған жоқ деп айтқыларыңыз келіп отыр ма? Мен олай айтып тұрған жоқпын. Соны түсіндіріп айтып беріңізші. Мен сұрағымды дұрыс түсінсеңіз, жауабымды мен айтып отырмын. Жауап, бұл кезек жалпы болды. Ол болған жоқ деп айтып тұрған жоқпын. Жалпы ол несиеге тұрғанда, жеңілдетілген несие болсын, қосымша басқа қаржылық құралдар болсын, және қолма-қол ақшаға автокөлік сатып алам деген қазақстандықтар болсын, бұл кезек жалпы болды.